өмірде бақытты болуға көмектесетін ең маңызды дүниенің бірі, дағдының бірі, ол шешім қабылдай білу. Себебі сенің қандай шешім қабылдағаныңа байланысты сапалы немесе сапасыз сенің өміріңде дәл сондай болады. Сапалы немесе сапасыз, яғни бақытты немесе бақытсыз. Ол ең маңызды адамның қабілеті, қасиеті десе де болады. Дұрыс шешім қабылдай алу ол барлық адамға тән қабілет, қасиет. Ол туа бітті адамда болады. Бірақ кейбір адамдар, тіпті көпшілік деуге де болады, дұрыс шешім қабылдауды ұмытып қалуы мүмкін. Себебі көпшіліктің қалауына қарай өмірін өзгерту арқылы адамдар өзін жоғалтып алуы мүмкін. Сол себепті олар сапалы өзін бақытты ететін шешімдерді де жасаудан тайынып, мүлдем ұмытып қалуы да мүмкін. Оны қалай істеу керек екенін. Жалпы адам өзін жоғалтып алуы да мүмкін. Сол себепті ең бастысы қайтадан бұны қолға алу үшін адам өзіне үңіліп, әртүрлі шешімдерді жасап, яғни әртүрлі шешімдерді қабылдап үйренуі керек. Себебі қателік жасамай адамның ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін айыра алмайды. Қателік жасап, одан дұрыс шешім шығарып, қандай шешім, қандай жолға әкелетінін ғана адам түсінген кезде, ол өз өмірінің тізгінін өз қолына қайта алады. Яғни өз өміріне өзі жауап беріп, өзін бақытты етуге мүмкіндігі пайда болады.